Жасанды тістер бар балауыз құрылымын кюветаға қаныштау. Оның бізде 3 тәсілі бар: тура, кері және құрама. Біз тура тәсілін қолданатын боламыз. Ол үшін бізге кювета қажет болады. Шпатель және резиновая колба. Ғаныш, сонымен қатар су. Және де гипсовый нож. Ол үшін біз кюветамызды ашып, жасанды тістер бар балауыз құрылымды кюветамызда шақтап көреміз. Ол бізде шеттеріне тимей кең орналасуы қажет. Ал егер шеттері артық болса, гипсовый нождың көмегімен тегістеп алып тастаймыз. Жасанды тістер бар балауыз құрылымымыз кюветаға кең орналасқанына көз жеткізгеннен кейін, кюветамыздан шығарып, оны суға салып қоямыз және ғанышымызды араластыруға кірісеміз. Резиновая колбамызға алдымен су құйып аламыз және ғаныш салатын боламыз. Ол бізде 3:1 қатынасында араластырылады. Ғанышты араластырғанда түйіршіктер қалып қоймауы қажет. Дайын ғанышымызды кюветаның төменгі бөлігіне құямыз. Және жасанды тістер бар балауыз құрылымын кюветаның төменгі бөлігіне отырғызамыз. Және шпательдің көмегімен шеттерін тегістеп шығамыз. Шпательмен артық жерлерін алып болғаннан кейін қолымызды сулап тегістейміз. Замок қалып қоймауын қамтамасыз етеміз. Тегістелген протезіміздің кепкенін күтеміз. Ол бізде шамамен 15 минут алады. Кепкеннен кейін оны суға салып қоямыз. Кюветамыз шамамен 5 минут суда тұрғаннан кейін жоғарғы бөлігіне қайтадан ғаныш дайындайтын боламыз. Ғанышта түйіршіктер және ауа қуыстары болмауы қажет. Ғанышымыз дайын болғаннан кейін, оны кюветамыздың жоғарғы бөлігін толтыруға кірісеміз. Бұл бізде жоғарғы жақ протезі болғандықтан, оны таңдай бөлігінен біртіндеп ғанышымызды құя және ұрғылай отырып, ғанышымызды толтырамыз. Ол біркелкі таралуы қажет. Кюветамыз ғанышпен толғаннан кейін, кюветамыздың жоғарғы бөлігін жабатын боламыз. Бетін басып және болттарын қатайтамыз. Кюветамызды толық жауып болғаннан кейін ғаныштың толық кепкенін күтеміз. Яғни ол бізде шамамен 15 минутты алады. 15 минуттан кейін қайнап тұрған кастрюлямызға кюветамызды саламыз. Және 5 минуттан кейін қайта шығарамыз. Кюветамызды шығарғаннан кейін оны майлықпен немесе қолғаппен ұстау қажет, себебі ол ыстық болады. Кюветамыздың жоғарғы бөлігін алып, болттарынан босатамыз. Және де гипсовый нож және балғаның көмегімен ақырындап ұра отырып ашатын боламыз. Кюветаны қайнаған суда көп қайнататын болсақ, балауыз ғанышқа жабысып қалады. Сол үшін уақытынан көп ұстамау қажет. Және сүзгінің көмегімен қайнаған сумен балауызды шайып шығамыз.
балауыз қалып қоймауы қажет. Әр бөлігін кезек-кезек шайып шығамыз және түргелтіп суын ағызамыз. Кюветамыз судан сарылғаннан кейін оған оқшаулау материалы жағылады, яғни изокон немесе изолак. Оның орнына біз желімді пайдаланатын боламыз. Және кез келген кисточканың көмегімен бірінші қабатын жағып шығамыз. Оқшаулау материалының бірінші қабаты кепкеннен кейін оған екінші қабатын жағатын боламыз. Жасанды тістер бар балауыз құрылымын пластмассаға ауыстыру үшін бізге горячая пластмасса қажет болады. Ол бізде полимерінен және мономерінен тұрады. Полимер бізде ұнтақтан тұрады. Ал мономер сұйық болады. Және жанында өлшеуіш пипеткасы болады. Бұл бізде мономер сұйықтығын өлшеу үшін қажет. Пластмассаны біз шыны немесе фарфор ыдысында араластыруымыз қажет. Полимер ұнтағын өлшеу үшін бізге шырпының қорапшасы қажет. Бір шырпының қорапшасы бір жоғарғы немесе төменгі жаққа жетеді. Бізде әр жақ әр түрлі өлшемде болғандықтан, бізге қосымша салып жерсек артық етпейді. Мономер сұйықтығын біз арнайы өлшеуіш пипеткасының көмегімен өлшейміз. Негізінде мономер сұйықтығының түрі осындай болады. Ол бізде өткір және тез ұшып кететін болғандықтан, біз оны спирттің ыдысына құйып қойдық. Мономер сұйықтығын өлшеп, полимер ұнтағын айналдыра құямыз. Сұйықтығымыз ұнтағымызға толық сіңуі қажет. Қажет болған жағдайда тағы да мономер сұйықтығын құямыз. Және толық араластырамыз. Бұл бізде қатты сұйық болып кетпеуі қажет. Пластмассамыздың беті тығыз жабылу қажет. Ол үшін біз салафан мен резинкені қолдандық және бетіне қатты зат қойдық. Шамамен 2-3 минут өткеннен кейін біз пластмассамыздың қандай болғанын көреміз. Ол бізде қамыр тәріздес болуы қажет. Және қамыр тәріздес болғанын көргеннен кейін қолымызды сулап, пластмассамызды қолымызға аламыз. Және кюветамызға орналастырамыз. Кюветамызды жауып, болттарын қатайтамыз және преске 10-15 минутқа қысамыз.
кюветамыз престе қысылып, артық пластмассалар шыққаннан кейін артық пластмассаларды алып тастаймыз. Және 10-15 минут өткеннен кейін пресстен кюветамызды шығарамыз. Және болттарын тағы да қатайтамыз. Бөлме температурасындағы тұрған суымызға кюветамызды саламыз, бетін жабамыз. Қайнаған уақыттан бастап кітап бойынша біз 35-45 минут қайнатамыз, ал қазір көп пластмассалар Қытай өндірісінен және өте жұмсақ болғандықтан 25-30 минут қайнатамыз. 25-30 минут өткеннен кейін біз кюветамызды шығарамыз. Негізінде ол ішіндегі суда суы қажет, бірақ сабақ уақытының тығыздығына байланысты біз оны мұздай судың ішінде суытатын боламыз. Кюветамыз суығаннан кейін біз кюветамызды болттарынан ажыратып ашамыз. Кюветамызды ашу үшін бізге балға және гипсовый нож қажет болады. Кюветамызды балғамен төменгі бөлігінен ұра отырып ажырататын боламыз. Және протезге жабысып қалған қанышты гипсовый нождың көмегімен қыра отырып ажырататын боламыз. Дайын болған протезіміз алдағы уақытта өңдеу, тегістеу және жылтырату кезеңдерінен өтуі қажет. Оны көру үшін төменгі сілтемеге өтіңіз.